Дінмұхамед Қонаевтың діндар, иманды жан болғаны жайлы көп айтылады. Тіпті Димекеңнің 17-ші атасы әулие Қожа Ахмет Яссауиді пір тұтқан атақты Ақсақ Темірдің заманында өмір сүрген Бәйдібек би деседі. Қаратау етегінде мазар кесенесі тұрған бұл қасиетті кісінің рухына халық күні бүгінге дейін тау етеді. Оның әйелі Нұрила домалақ ана, періште нұрлы кейуана атанып аңыз болып кеткен. Димекең дінге шек қойылған кеңестік заманның өзінде Отырардағы Арыстанбаб, Түркістанға Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, төп атасы Бәйдібек пен домалақ ананы пір тұтып, іштей әруақтарға тағзым етіп жүреді екен. Қонаевтың діндарлығы жайында жақсы білетіндердің бірі белгілі дәрігер қажы Кәрім Бекмұхаммед еді. Сол кісі Димаш Ахметұлының жары Зухра апаның да өте таза, кеңес үкіметі тұсында имандылық жолын ұстанған әйелдердің бірі екенін айтып, үйлерінде алтын әріппен жазылған Құранның түр-түрі болған әңгімелейтін еді. Дәл осындай қасиеті Димаш Қонаевтың да бойында болған екен. Олай дейтініміз, Димекеңнің ежелден сыйлас, көп жыл құдайы көршісі болған, сыртқы есіктері бір үйде тұрған, қазірде де сол үйде тұрады. Сұлтан Сүлейменұлына өмірінің соңғы жылдары Димекең: «Әй сұлтан, бәріміздің сүйегіміз осы үйден шығады, сондықтан сыйластығымызға сызат түспесін» дегенді жиі айтады екен. Сұлтекең болса, Димеке қойыңызшы қайдағын айтпай деп ренжитін көрінеді. Көп уақыт өтпей Димекең кенет аяқ астынан бақилық болады. Сұлтекең көршісінің нені меңзегенін сонда ғана біледі. Өмірден өтеріне 10 шақты күн қалғанда Димекең жақсы көретін алтын ине дәрігері Кәрімді үйіне шақырады. Кәрім қажы: «Бүгін мен бір түс көрдім» деп сөзін бастаған екен Димаш Ахметұлы. Мына үйдің төрінде марқұм Брежнев, оның қасында әлде қашан о дүниелік болған Косыгин қонақ болып дәм татып отыр екен. Оларға шай құйып, мені фәни дүниеге тастап кеткен сүйікті жарым Зухра Шәріпқызы да меймандармен бірге отыр. Бәрі көңілді. Брежнев Алматыға келген сайын Зухраның қолынан шай ішуші еді. Мен есіктен кіріп келдім. Төрде отырған Леонид Ильич: «Димаш, кел» деп маған қолын созды. Солай қарай жүрдім. Соған қарағанда ана жақта мені әруақтар шақырып жатыр. Татарка жақтағы бұрынғы есік мұсылман қорымында менің әжем, немере ағам, тағы біраз таныс туыстар жатыр ғой. Жүр, соларға барып Құран оқиық деді. Сонда екеуі зияратқа барып Құран оқып бет сипап қайтады. Бұл, жаңылмасам, тамыз айының бас кезі еді. Осы жерде тұрып Димекең бір аптадан кейін Талдықорғанға Тынышпаевтың тойына баратынын айтты. Арада 10 шақты күн өткенде, яғни тамыздың 22-сі күні Димекеңнің сол жақта көз жұмғанын естідім. Есімнен танып қала жаздадым. Бәрінен бұрын жарықтықтың маған айтқан түсінің қалай дәл келген күні бүгінге дейін қайранмын. Димекеңнің мәйітіне түсіп, кебіндегендердің бірі болдым деп еске алады Қонаевтың қазасын Кәрім дәрігер. Димекең аз уақытта талқанның таусылатынын қалай білген? Бұл әулиелерге ғана тән қасиет. Ондай адам 100 жылда бірақ туады ғой деген сөзді Кәкең жиі айтатын. Айтпақшы, Димекеңнің соңғы Талдықорғанға сапарында ол кісінің қасында жүріп серік болған үлкен кісілер бұл Қонаевтың туған халқымен бақилық қоштасу еді. Әйтеуір ол кісіні көруге келген халық қарақұрым боп кетті деп еске алады. Әйелі өмірден өткенде 1992 жылы Димекең сол кездегі бас мүфти Рәтбек қажыны қонаққа шақырады. Сонда олай-бұлай болып келтсем, о дүниеге Алланың ақ жолымен аттандыруды ойыңызда болсын деп тұспалдаған екен. Содан келесі жылы 1993 жылы Димекең дүние салғанда Рәтбек қажы өзі жаназасын шығарып, соңғы сапарға аттандырады.